Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып жаңағы тұруға жақсы. Билік халықтан қорқады. Билік мына Еуропа мен Америкадан қорқады. Себебі олардың ұрдап жырдаған арам ақшадары Еуропа мен Америкада тұр. Сондықтан бұл билік Еуропа мен Америкасыз жұмыс жасай алмайды. Себебі ақша аударады, ары-бері аударады. Оның барлығы Американың қолында. Мына есепшоттан ана есепшотқа аудару бәрі Америка, Еуропаның қолында. Ол Ресей әлемдік ақшалық жаңа транзиттік жүйе жасаған жоқ. Ресейге ешкім сенбейді. Сондықтан Еуропа Америкасыз күні жоқ бұлардың. Еуропа Америкасыз күні жоқ. Ең қысқасы бала шағаларына дейін Еуропа Америкаға ұрдап жырдап тығып оқытып отыр. Сондықтан ашыққа шығып, сол жаңағы арыз беріңіздер, көрші қолаңдар жиналып беріңіз, өзіңіз беріңіз, жеке беріңіз. Құда жекжат жиналып дастархан басында отырып алып, мына қудалау тоқтатылсын. Қазақтың жастарына жала жауып, ұрып соғып, мәжбүрлеп, жала жауып қудалау тоқтатылсын деп ашық үндеу тастаңыздар. Және ол видеоңызды жаңағы біздің телеграмға жіберіңіздер. +1 813 723 0039. Басқа амал жоқ. Басқа күрестің амалы жоқ. Осыдан басқа амал жоқ. Ашыққа шығып айтамыз. Сосын тағы бір нәрсе, мына жерде биліктің жалдамалы жазғыштары кешегі Назарбаев жүйесінің жаңағы өмірді ұзартқан, сол елбасы жасасын деп өлең жазып, елбасының арқасында туалетке барып келе жатырмыз дейтін сол сұмырайлар бүгін енді сол нақақ өлген жастарға, сол нақақ өлген жастарды отқа айдады деп әлдегімдерді кінәлап жатыр екен. Атаңның басы, Құдайдың қарғысы дейсің, үрім бұтағыңнан тарт. Сол елбасы жасасын деген сендер, сол елбасыңмен бірге тозақты өртенесіңдер. Сендер сол қазақтың осы қалға қалуына, сол жағымпаздар Назарбаевтың үрім бұтағын жағалап, соларды жаңағы аға көке тұтып, солардың арқасында шалқып өмір сүрген сендер, сол елбасыларыңмен бірге тозаққа түсесіңдер. Сендер қазақтың жастарының ашынып, жоқшылықтан тығырыққа тіреліп, барар жер басар тау қалмай, ішер асқа киер киімге жармай, жоқшылықтан көшеге шығуына себепші болған сен сұмырайсыңдар. Мен сендерге айтайын. Сондықтан мынау әлеуметтік желіде тілі 2 метр болған, әшейін отырып алып Фейсбукте, Инстаграмда жазып, жастарды көшеге айдап салған дейді. Жастарды көшеге кім айдап салды? Егер ішкендері жақсы болса, кигені жақсы болса, болашағы бар болса, жақсы білім алса, қоғам әділетті болса, кредит басынан баспаса, істеймін десе, жұмыс істесе, жақсы өмір сүрсе, мынау қазаққа Құдай берген байлықтың қызығын қатар тең пара-пар көрсе, мынау Қазақстандағы сол Назарбаев Тоқаев қалыптастырған мынау фашистік режимнен қорлық көрмесе, қудалау көрмесе, сол соншама жастар көшеге шыға ма? Әбіләзов көшеге шық деп қанша жыл айғайлады? Қанша қазақ шығушы еді? Ұзаса 100 қазақ шығады. Тіпті соңғы кезде айғайлағанда 5 қазақ та шыққан жоқ. Елдің айғайына бола көшеге шығатын қазақ жоқ. Бәрі ақымақ емес. Елдің айғайына бола көшеге шығатын қазақ жоқ. Сол қазақтардың барлығы шарасыздан шықты. Жаңаөзен неге көтерілді? Дулат Ағаділ өлгенде көтерілді ма? Дулат Ағаділдің ұлы өлгенде көтерілді ма? Арон Атабек сотталғанда көтерілді ма? Арон Атабек өлтірілгенде көтерілді ма? Жер сатылады дегенде көтеріліп пе қалған қаладар? Жоқ. Соның барлығы шарасыздан шықты. Өмір сүру үшін шықты. Адам ретінде біз де жақсы өмір сүргіміз келеді. Мына жоқшылықта, қарызда, кредитте, мына ұрып соғу, қинауда өмір сүрмейміз. Мына әділетті қоғам болсын. Адам құсап үрейленбей өмір сүрейік деді. Мына полицейлер, киімбілер, прокуратура, судьялар, олар қасқыр болып кетті. Өзінің халқын өзі тонады. Мынау әділетті қоғам орнатып, Назарбаевтық режимдегі бүкіл прокурорды, бүкіл судьяны, бүкіл полицей, бүкіл киімбіні тұтасымен жазалап, тұтасымен солардың қолында нақақ кеткендерді түрмеден алып шығып, мынау жүйені басы бүтін ауыстырмайынша қазақ халқы бақытты болмайды. Қазір мынау Тоқаев Назарбаевтан қалған ескі команданы орнына қойды, ештеңе өзгерген жоқ. Сол Назарбаевтан қалған суайт журналистер телеарнада бүліктеп отыр әлі, сол халықтың ашық ашу-ыза кегін. Мынау Назарбаевтың кезіндегі жағымпаз сорлылар енді Тоқаевқа қайтып жағымпазданатынын білмей естері шығып отыр. Осы Назарбаевтан қалған жүйе сол күйі тұр. Сондықтан мына әлеуметтік желіде жазып қалған, сөйлеп қалған, үйреніп қалған сұмырайлардың мына халықты айдап салды ана мынау деген оттамаларына сенбеңдер. Сен сұмырайлар, ол дүниеден қызықтарың болса, бір жерлеріңді қысып тыныш отырыңдар. Сендердің өмірлерің аз қалды. Сендердің ендігі баратын жерлерің түрме, мен сендерге айтайын. Сендер қайта тәубаларыңа келіп, Назарбаевтың кезінде алданыппыз, сол Назарбаевты жағалап, сөйтіп алданыппыз деп тәубаларыңа келсеңдер кешірілулерің мүмкін. Ал енді мына бүкіл дүниежүзі Қазақстанды қыспақ қалған кезде сендер сол үрім бұтақтарыңмен қалмайды, тозақты осы дүниенің өзінде тозақты көріп кетесіңдер. Сендерге о дүниеде жәннат бұйырмайды.
кесіп тұрып айтайық сендерге. Себеп сендер ана ібілістің, сатанист, Назарбаевтың жақтаушысы, мақтаушысысыңдар. Сендерге ол дүниеде жәннат жоқ. Сендердің көрген жәннаттарың осы дүниемен аяқтайды, мен сендерге айтайын. Барлық сол Нұр қауымның, Нұр Назарбаевтың, Нұр Тоқайдың жүйесіне қызмет істеушілерге жалпылама айтатын шешім осы. Көрнекінде, көмескінде көруші, көкейдегі ойды білуші, қараңғы түнде, қара тастың үстінде қара құмырсқаның ізін көруші Құдай барлығын біліп тұр. Қазақ халқын осыншама аздырып, тоздырып, ұлын құл, қызын күң, жезөкше қылып, тентіретіп жіберген, қарызға, кредитке байлап, соншама жер бетінде ешқандай мемлекетте жоқ. Жоғарғы өсіммен 100%, 200%, 300% өсіммен қазақ халқын алдап, сулап, арбап, үйсіз, күйсіз қалдырып, жұмыссыз, несібесіз, кәсіпсіз қалдырып, осыншама тоздырып, мыңсан сектаға бөліп, шетелге тентіретіп, тоздырып, бүкіл дүние қоғамдық жүйені жаңа парақор жүйе қылып, әділетсіз жүйе қылып, полицей, кейінгі прокуратура, судьяға шексіз билік беріп, қазақтарды бүкіл дүние жүзінде адам өлтіруден бірінші, жезөкшеліктен бірінші, педофилдіктен бірінші, өзін-өзі өлтіруден бірінші, нақақ кісі өлтіруден бірінші, көлік шырғалан өлімден бірінші, түрмедегі зорлық-зомбылықтан бірінші, отбасылық зорлық-зомбылықтан бірінші қылып, бүкіл әлем алдында масқаралап, тоздырып, аздырып жіберген сол сендерсіңдер. Сол сендерді Құдайдың қарғысы атсын. Мына дүниеде де сорлаңдар, о дүниеде де сорлаңдар. Сондықтан Назарбаевтық режимнің кезіндегі аталмыш ел ағалары, аталмыш жаңағы зиялы, аталмыш сектант, анау-мынау сұмырайларға сенбеңдер. Олардың бәрі туалеттің қағазынан арман құнсыз, кетті, бітті. Оларды түбімен, тамырымен жұлып, тасталқан қылып, мынау Назарбаевтық режимде жұмыс істемеген, былғанбаған, мынау харамға қолым малмаған, денесіне бір харам түйір ас жемеген таза жас азаматтарды жұмысқа алдыру керек. Жаңа жүйе, жаңа Қазақстанды орнату керек. Соған тұрсу керексіңдер бүкіл қазақ. Онсыз қазақ халқы ешқашан бақытты болмайды. Мына Тоқаевтық режим, сол баяғы режим. Ешқашан үміт күтпеңдер. Ойбай, Тоқаев елді аман алып қалды. Мемлекеттің тәуелсіздігі, атаңның басы. Қазақстанның тәуелсіздігі Назарбаев, Тоқаев ұстап тұрған жоқ. Қазақстанның тәуелсіздігін Құдай ұстап отыр. Ресей мен Қытайдың ортасында осындай бір елдің болуын Еуропа мен Америка қалап отыр. Ол Назарбаев пен Тоқаев өліп қалса ақыр заман болмайды. Маудың кезінде айтқан, Мау өлсе Қытай құлайды деп. Құлаған жоқ. Лениндің кезінде Ленин өлсе бүкіл дүние тасталқан болатындай, ақыр заман болатындай болған. Болған жоқ. Пайғамбарлар өлгенде де ел жылаған, енді ақыр заман болады деп. Ақыр заман болған жоқ. Мынау Корейдің 3-ші басшысы отыр қазір. Немересі басқарып. Соның атасы өлген кезде бүкіл Корей еңіреп бетін жыртып жылаған. Дүние ақыр заман болған жоқ. Одан оның баласы басқарды. Ол өлгенде де қырылып қала жаздады корейлер жылап еңіреп. Дүние ақыр заман болатын болды деп. Жоқ, қазір анау семіз басшысы немересі отыр. Назарбаевтың да мақсаты сол, ұрпақтан ұрпаққа жалғап бүкіл қазақты сорлығып, өздері сол солтүстік Корея ұқсап басқармақшы болған. Енді қазақ аянатын жерін қалмады. Ашық-қашық нақақ оқиғаларды көрдіңдер. Енді нерден қорқасың? Тарат біздің үндеуімізді. Ашық-қашығып, мынау қазіргі режимнің қылмысын бүкіл әлемнің алдында әшкерелеп қана қазақты құтқаруға болады. Одан басқа амал жоқ. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.